ары қарай жалғастырайық. Мен сізге ұсынып отырған қазіргі тақырып мынау: алғашқы адамдардың кәсібі. Алғашқы адамның қарапайым еңбек құралдарын жасай білуді үйренген соң, табиғатқа тәуелділігі азая түсті. Әрине, адамдар жануарлардан, жаңбырдан, ауа райының түрлі құбылыстарынан, жаңбыр, қар, найзағайдан қорғану үшін үңгірлерді паналай бастады. Бірақ сол үңгірлерді паналаған адамдар алғашқы кезде бірігіп тамақ табу үшін, аң аулау үшін, бірігіп қорғану үшін адамдар тобырларға бірікті. Бірақ сол тобыр болып өмір сүрген адамдардың ең алғашқы айналысқан кәсібі терімшілік екен. Терімшілік дегеніміз табиғат ана берген дайын өнімдерді, яғни жеміс-жидектерді, құстардың жұмыртқаларын теріп жеуді терімшілік деп атайды. Ал бірақ сол алғашқы адамдардың бірігіп қорғану, аң аулау және бірігіп өмір сүру қауіпсіз болғандығын байқаған адам ерте палеолитте алғашқы адамдар тобырға бірге бастады. Яғни тобыр болып өмір сүрген адамзатқа тиімдірек болды. Бірақ ғалымдардың болжауы бойынша ерте палеолитте өмір сүрген питекантроптар, синантроптар, яғни тік жүретін адамдар, содан кейінгі көне адамдардың бірі неандерталдықтар қалай өмір сүрді дейтін болса, сіздің жауабыңыз мынау болу керек. Тобырға адамдар не үшін бірікті дейтін болса, бірігіп қорғану, бірігіп тамақ табу, бірігіп аң аулау үшін. Ал енді сізге мынандай да сұрақ келуі мүмкін, құрметті оқушы. Тобырдан кейін адамдар қалай топтасты? Тобырдан кейін адамдар руларға бірікті. Бірнеше тобыр бір руды құрады. Яғни Қазақстан жерінде адамдар кейінгі палеолит кезеңінде өмір сүрген адам кроманьондық. Кроманьондықтар біздің жерімізде бұдан 40-35 мың жыл бұрын өмір сүргендігі туралы сізге мәлімет айтылды. Кроманьондық адамдар қалай өмір сүрді дейтін болсаңыз, ру болып бірікті. Яғни ру дегеніміз не? Бірнеше тобыр бірігіп руды құрады. Ал рулар қашан пайда болды дейтін болса, сіздің жауабыңыз мынау болу керек: кейінгі палеолит. Яғни Қазақстан жеріндегі ерте палеолиттің тұрғыны кім дейтін болса, питекантроптар мен синантроптар, немесе тік жүретін адам екендігі туралы сізде мәлімет бар. Ал келесі орта палеолиттің тұрғыны Қазақстан тарихында кім болды дейтін болса, неандерталдық. Яғни неандерталдық адам орта палеолит адамы. Неандерталдықтар қалай өмір сүрді болса, тобыр болып. Бірақ мынандай ерекшелікті есіңізде сақтай біліңіз. Неандерталдықтар питекантроптар мен синантроптарға қараған кезде от алуды өзі меңгерген адам. Неандерталдық от алуды білді. Яғни неандертал адамы табиғи отқа тәуелділіктен құтылды. Бірақ отты өндірудің түрлі тәсілдері де бар. Ғалымдар мына тәсілді көбірек қолданған болу керек деп болжайды. Ол тасты тасқа үйкеп. Әсіресе біздің Қазақстан жерінде тасты тасқа шаққан кезде от шығатын тас мынау шақпақ тас. Яғни от алуды үйренген адам қай адам дейтін болса, неандерталдық. Адамдар от алуды қай кезеңде меңгерді дейтін болса, орта палеолитте. Ал орта палеолитте адамдар қалай өмір сүрді дейтін болса, тобыр. Ал тобырдан кейінгі топтасу жүйесі ру, рудан кейінгі топтасу жүйесі, сіз байқасаңыз, мен төменге қарай бағыт қойып қолдым, ол тайпа. Бірақ алғашқы тайпалар Қазақстан жерінде қашан пайда болды дейтін болса, мезолитте. Мезолиттің орта тас ғасыры екендігін сіз білесіз. Яғни біздің Қазақстан жерінде алғашқы адамдардың ең алғашқы айналысқан кәсібі терімшілік. Бірақ питекантроп, синантроп, неандерталдық, кроманьондық адамдардың еңбек құралдарының әртүрлі түрлері кездесіп жатты. Бірақ ең алғашқы адамның питекантроптар мен синантроптардың қолданған еңбек құралдары мыналар болды. Ол
қазғыш таяқ, үшкір тас және шоқпар. Мен сізге енді еңбек құралдары туралы мәліметті ұсынам.